сіздерге өте бір қызық зат айтайын. Есть книга «Искусство пофигизма», кажется. Вот. Сол кітапты оқыңыздар. И максимально іштеріңізде развивается вот этот пофигизм. Ел не дейді, кім не ойлап қалады, менің өмірім ары қарай қалай болады, пофиг. Не болса ол болсын. Дәл осы моментте, барлық моментте негізінде өздеріңіз үшін өмір сүріңіздер. Барлық моментте, қыздар особенно сіздер. Іштеріңізде бір ұлып жатқанынандай не болады ғой? Недостаточность, соны жеңу керек. И оны жеңу үшін достигатор болудың қажет жоқ. Надо понимать, что вы здесь и сейчас просто так достойны всего. Бірақ та басқа нәрсе тағы болады. Өзің бір нәрседен жалғасың, немесе өзіңді одан да жоғары бір деңгейде басқа нәрселерге лайықпын деп ойлайсың, соны реализовать ету керек. Неге? Өйткені адамда есть понятие рост. Адам міндетті түрде өсу керек. Қай жағынан болсын өсу керек. Кейде тіпті болады ғой енді, амбициясы өте жоғары адамдар, өте үлкен амбициялар келеді миыңа. Бәрін орындау керек. Өйткені өмір бір рет беріледі, ал ертең мәссаған, мен соны неге істемедім екен деген өкініш сізде қалады. Так что давайте вперед.